Баршаңызға қайырлы күн достар. Оңай әрі дәмді спагетти фаршпен дайындаймын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бір пиязымызды алып, ұсақтау етіп турап аламыз. Содан соң 2 тіс сарымсақ қажет болады. Оны да майдалап тураймыз. Қызанақты 2 бөлікке бөлеміз. Үкіштің үлкен жағынан осылай өткіземіз. Қызанақтың қабығы бізге керек емес. Содан соң табамызға сұйық май құямыз. Тартылған ет, яғни фаршты салып қуырамыз. Пияз бен сарымсағымызды салып араластырамыз. Қара бұрыш саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Базилик және паприка салдым. Қандай дәмдеуіш сізге ұнаса, сондай дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бетін жауып 1 минуттай бұқтырамыз. Содан соң жарты ас қасық томат пастасын саламыз. Араластырамыз. Алдын ала дайындап қойған қызанақтарымызды салып, араластырып, бетін жауып 2 минуттай бұқтырып аламыз. Содан соң 1 стақан ыстық суымызды құямыз. Бетін жауып 15 минут баяу отта бұқтырып пісіреміз. Енді қайнап тұрған суға тұз саламыз. 1 ас қасықтай зәйтүн майын немесе сұйық май құямыз. Содан соң осылай спагеттиді саламыз. Араластырып, қатты отта пісіріп аламыз. Мен 10 минуттай пісіріп алдым. Міне бізде фаршымыз дайын болды. Енді спагеттидің үстіне құямыз. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болды. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.